Қазақмыс қызметкерлерінің тамақтандыру сапасы жайлы кез келген пікірлерін мердігер компания басшыларына тікелей жеткізу мүмкіндігі пайда болды. Сын түзелмей мін түзелмейді. Бұл жоба аясында асханаға келушілердің Тех Эксперт компаниясының басшыларымен кездесуі, тағам сапасына байланысты сұрақтар қою немесе оның сапасына баға беру мүмкіндігі қарастырылған. Жезқазған кен байыту фабрикасының асханасында осындай жиын өтті. Большой объем еды, то что наедаешься. Тамақ көп, әйтеуір күндіз тамақ іздемеу үшін тойып шығасың. Алған қуатың жұмыс істеуге жетеді. Кездесу нәтижелі өтті. Қызметкерлер тамақтандырумен көрсетілген қызмет сапасына риза екенін жеткізді. Енді алда басқа да нысандарда осындай кездесулер жоспарланған. Ұйымдастырушылар қызметкерлердің кез келген сұрақтарына жауап беріп, тиісті түсініктеме беруге дайын болуы тиіс. Өз кезегінде Тех Эксперт өз қызметінің ашықтығын және өзгерістерге дайындығын көрсеткісі келеді. Мердігер компания қызмет көрсетілетін барлық кәсіпорындарда қолайлы ахуал қалыптастыруға ниетті. На сегодняшний день на предприятиях питания компании Тех Эксперт проводится не только... Бүгінгі таңда Тех Эксперт компаниясының тамақтандыру кәсіпорындарында аталмыш жобамен қатар тілек асханасы, үй отырысы және ұлттық тамақ күні сияқты шаралар өткізіледі. Біз жұмысшылардың ұсыныс тілектерін тыңдап, аспазшыларымыздың жалпы ұжымымыздың еңбек нәтижесін көрсеткіміз келеді. Появилось понятие нашего нелегкого труда наших поваров. Егер кәсіпорныңыздағы тамақтану сапасына көңіліңіз толмаса, тікелей асхана басшылығына хабарлаңыз, немесе біздің редакцияға хабарласыңыз. Ас болсын.